Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Мына сөз керемет. Бізде еркіндік бар еді. Оны қорғау үшін қанат керек дейді. Міне. Speaker of the House of Commons Lindsay Hoyle is present with a pilot's helmet by President Zelensky дейді. Міне президент Зеленский кәдімгі мына жерде міне тұр міне. Мына қалай мына жарқырап кетті міне. Мына ұшқыштың ұшағын беріп отыр. Міне helmet деген кәдімгі дулыға басқа киіп алатын, ұшқыштар басына киіп алатын. Соны міне бұл спикер House of Commons. Common House'тың жаңа спикері Линдсей Хойлеге тапсырып отыр. Бұл енді өте бір керемет құбылыс. Одан кейін бұл мақаланы енді мен сіздерге қысқашалап аударып берейін. Зеленскийдің Англияға тұтқиыл сапары бұл жаңағы соғысушы ұшақтардың тақырыбын алдыға көтере түсті. Және еркіндіктің қанатын сұрап келді дейді. Еркіндіктің қанатын сұрап келді. Мен енді бұл ақпаратты сіздерге қысқаша аударып жіберейін. Украин президенті Владимир Зеленский сәрсенбі күні аяқ астынан бүкіл жұртты таңырқата отырып, Англияға сапарлай келді. Ол Еуропа елдерінің астаналарына ешқайда жарияламаған күйде тұтқиылдан жасаған осы бір дипломатиялық сапарының алғашқы барысында ол Лондонды сұрапыл бір таңырқауменен Лондонды сыпырып кетті. Тіпті Англияның заң жасауларына өте күшті, өте қуатты бір ақпаратты жеткізді. Орыстар Украинаға шабуыл жасап бір жылға таяған кезде бұл Зеленскийдің екінші реткі шетелге сапарлай шығуы. Ол Англияның жаңағы екі парламентінде, парламент сенатында сөз сөйледі, және бұл осы барыста ұлттық мақтаныш сезімін өте шебер түрде көтерді, және бұл осы барыста ол өте ұқпұқсас уақытта өте ауыр сипатта қарулардан көмек сұрайтындығын ашық жеткізді. Бұл қарулардың ішінде жаңағы fighter jets дейді. Яғни артынан от бүркетін ұшақтар және бомбалаушы ұшақтар. Былайша айтқанда, анау кішкентай бір адам ғана айтатын құрттай ұшақтар бар ғой, білесіздер, оны жаңағы жойғындағы ұшақ дейміз ба, қазақша айтқанда, соғысу ұшақтарды сұрайтындығын білдірді. Ол былай айтты: Лондон соғыстың бірінші күнінен бастап Киевпен бірге деп айтты. Тіпті соғыс бастала салған алдыңғы бірнеше секундта, алдыңғы бірнеше минуттың өзінде Лондон Киевпен бірге болды деді. Ұлыбритания бүкіл дүние жүзі тіпті бұған қандай реакция көрсетуді білмей тұрған кезде Ұлыбритания сен бізге көмек қолыңды создың деп айтты. Мынау дипломатияда мұндай әдемі сөздер өте сирек қолданылады, естеріңізде болсын. Зеленский адамдардың жүрегін аштатын және өте шеберлікпен жоспарланған бір қарекетті көрсетті. Ол Украин ұшқыштарының басына киетін дулығасын Англияның спикеріне тапсырды. Және ол айтты: бізде еркіндік бар еді, енді сіздер бізге қанат беріп, оны қорғауға көмектесіңіздер деді. Бұл енді таңғажайып сөз. Бұл дипломатияда өте керек сөз. We have freedom, give us wings to protect it. We have a freedom. Бізде еркіндік бар. Give us wings. Wing деген қанат. Бізге қанат беріңіздер, оны қорғауға дейді. Бұл енді өте керемет болды. Бұл сөз енді жаңағы бұл House Commons'тардың жаңағы қауым палатасының басшысына Линдсей Хойлеге айтқан кезінде осындай сөз айтты.
Бұл енді өте бүкіл былайша айтқанда медиадағы бүкіл дүние жүзін таңырқатқан адамның жүрегін аштатын дейді да, жүректі аштатын және өте керемет жоспарланған әрекет болды. Мынау Зеленский және оның командасының осындай бір дипломаттардың өзі таңырқайтын, тіпті батыстың тіс қаққан жаңағы сайқал саясаткерлердің өзі таңырқайтын бұндай бір қарекеттері қазір дүние жүзінде аңызға айналып тұр. Аңызға айналып тұр. Өткенде Америкаға келді, не киді? Кәдімгі анау мынандай жағасы жоқ, кәдімгі жағасыз сары әскери жейде киіп келді. Ол қандай бейресми кездесулерде келді. Мысалы біздің өзіміз, енді біз үлкен Зеленский сияқты үлкен мәртебеде емеспіз, біздің өзіміз Американың саясаткерлерімен кездескенде, Американың саясаттанушыларымен кездескенде, конгрессмендермен кездескенде, костюм, шалбар киіп, галстогымызды тағып қылғынып аламыз. Тіпті қонақ үйлерде жай кофе ішуге, таңғы шай ішуге шақырады, бейресми кезде. Соның өзінде де қылғынып аламыз. Себебі жаңағы бір кездесулер болады, фотолар болады, жаңағы кейбірін жариялап, кейбірін жарияламаймыз. Сонда қылғынып тағып аламыз. Тастай қатып киіп жаңағы. Оның өзі неге? Ол бір қалыптасып қалған дипломатиялық үрдіс. Бірақ Зеленский өйтпейді ме? Зеленский өйтеді. Зеленский олдан бұрын жаңағы Англияның патшасымен кезіккенде, әйел екеуі барғанда, соғыс болмай тұрған кезде костюм шалбар киіп тастай қатып барған. Бірақ Америкаға және Англияға барғанда, алдыңғы жолы Америкаға кеп, бұл нені күтті? Патриот 3 әуе кеңістігін қорғау жүйесін сұрап кетті. Америка беретін болды, бірақ әлі берген жоқ. Енді осы жолы Англияға барып, ұшқыш, яғни файтер джет сұрап жатыр. Енді қараңдар, оның барлығында ол жағасыз футболка сияқты, жағасыз жейде киіп отыр. Жағасыз жейде. Бұл бейресми жейде. Және оның реңі әскери рең. Түсі әскери түс. Ал осы арқылы Зеленский батысқа нені білдіріп отыр? Нью-Йорк Таймстағы мақаланы мен сіздерге жаңағы қысқаша оқып берейін міне. Volodymyr Zelensky meets King Charles III in a sweatshirt дейді. Sweatshirt деген, бұлай қазақша айтқанда терлік. Shirt деген жейде, sweatshirt. Былайша айтқанда терлікпенен, денеге кие салған жағасы терлікпенен патша Чарльз 3-пен кезікті дейді ғой. Патша Чарльз 3-пенен кәдімгі терлікпен кездесті дейді. Мына енді мына Қазақстанда мына орыс тілінен қабылдаған атау бойынша майка деп қояды ғой, кәдімгі жейденің ішінен киетін, жағасы жоқ, соны оны қазақша терлік дейді. Терлік деген қазақтарда мына әдемі жейденің ішінен немесе соның ішінен киетіндерді айтады. Және терлік деп мына жақсы бір сыйлығын жорға аттардың жаңағы ер тоқымын астына, сол ана ер тоқым, қымбат ер тоқым, соны жаңағы бір ер тоқымға аттың тері өтпесін деп, екіншісі ана терлікті ауыстырып отырады. Қатты жүрсе онда ат терлейді ғой. Сонда терлікті ауыстырып отырады. Естеріңізге салайық, бұрынғы ат мінген қазақтарда терлікті алып, жаңағы атқа байлап қояды, желмен кеуіп кетеді, екінші терлік салып ауыстырып отырады.